e-gov.kz еліміздегі жоғары сұранысқа ие цифрлық платформаның бірі әрі бірегейі. Былтыр қазақстандықтар 50 мыңнан астам мемлекеттік қызмет түріне қол жеткізе алды. Ұлттық ақпараттық технологиялар компаниясының мәліметі бойынша бұл көрсеткіш жыл санап артып келеді. Айта кетерлігі, ұлттық ақпараттық технологиялар электронды үкіметтің қызметіне жауапты мекеме. 2022 жылы ұйымның IT мамандары азаматтар үшін мемлекеттік қызметтің барлығын ұялы телефон арқылы алу мүмкіндігін қарастырып отыр. В 2022 году мы 2022 жылы мемлекеттік қызметтерді смартфонға көшіруді қолға алмақпыз. Мемлекет басшысы да осы міндетті алға қойған еді. Иә, қазір компьютер мен ноутбуктердің заманы өтіп бара жатыр. Оны біз жақсы түсінеміз. Қазір қазақстандықтар үшін кез келген істі ұялы телефондағы қосымша арқылы тындырған анағұрлым ыңғайлы. Әрине, мұның бәрі ең алдымен қаржылық технология секторының даму қарқынымен байланысты. e-gov Mobile қосымшасы бірқатар мемлекеттік қызметке онлайн режимде жылдам қол жеткізудің амалы. Қазірдің өзінде смартфонның көмегімен 150 түрлі сервиске жүгінуге болады. Қосымшаның артықшылығы сол, құжаттардың түпнұсқасын бірге алып жүрмей-ақ, цифрлық нұсқасын қолдануға мүмкіндік береді. e-gov Mobile қосымшасында 18 түрлі құжат жүктелген. сейчас цифровыми документами можно. Қазір еліміздегі әуежайлардың барлығында цифрлық төл құжатпен ұшаққа отырғызады. 2021 жылы біз біртіндеп осы функцияны іске қостырдық. Цифрлық куәліктермен пойызбен де сапарлатуға болады. Екінші деңгейлі банктың қызметіне емін еркін жүгіне аласыз. Жуырда ғана құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізілген еді. Сол сияқты валютаны айырбастау кезінде де цифрлық құжатты көрсетуге болады. Нотариус немесе халыққа қызмет көрсету орталығында да құжаттың цифрлық нұсқасы қабылданады. Міне, осы сынды тізімдерді ұлғайтып жатырмыз. Тақауда барлық салада қолдану мүмкін болады деп ойлаймыз. Расымен құжаттардың электронды нұсқасын қолдану күнделікті өмірде анағұрлым ыңғайлы. Мәселен, өзге қалаға ұшып шығуға асығып жатып, төл құжатты үйде қалдырып кетсеңіз, сапарыңызды еш кідірместен жалғастыруыңызға болады. Жеке куәліктің түпнұсқасы сияқты цифрлық құжаттың да заңдық күші бар. Значит, данный QR-код мы должны поднести к считывателю. Более 6,5 миллионов. Бүгінде цифрлық құжаттарды 6,5 миллион халық қолданып жүр. 2019 жылдың ақпанында бұл қызметті іске қосқалы бері қазақстандықтар электронды құжатта 32 миллион рет қолданған. Әуежайда түпнұсқадағы төл құжаттың орнына цифрлық нұсқасын 20 мың рет пайдаланған. Ұлттық ақпараттық технологиялар компаниясы қазақстандықтардың талап тілегін де ескерген. Бұған дейін сервистің қызмет көрсету жылдамдығы бәсең болатын. Электрондық құжаттар жүктелгенше ұзақ уақыт күтуге тура келетін. Жобаны әзірлеушілер олқылықтың орнын толтырып, мобильді қосымшаның сырт келбетінде жетілдірді. Основной фишкой e-gov Mobile'дың басты ерекшелігі мемлекеттік қызмет түріне оңай әрі тез қол жеткізуге жағдай жасайды. Бұдан бөлек қазір біз электронды құжаттарға қол қою процесін оңтайландыру бойынша бірқатар жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мәселен, сізге қол қойылуы тиіс құжаттың келіп түскені туралы хабарландыру келеді. Электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса, онда сіз құжатпен танысқаннан кейін смартфон экранын бір-екі рет түртіп оған қол қоя аласыз. Мемлекеттік қызметтердің реестріне тоқталсақ, онда 700-ден астам қызмет түрі ұсынылған. Әр қайсына қарасты қызметтердің жекелеген түрі тағы енгізілген. Бүгінде мемлекеттік қызмет 92%-ке автоматтандырылды.